Қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге жасалу жолы 2 минутта дайын болатын пирогтың рецебін ұсынамын. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға қантымызды салып, блинчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Миксеріңіз болса, миксерді де пайдалануға болады. Шамамен 2-3 минут жеткілікті. Осылай ағара бастаған кезде бөлме температурасында тұрған сүтімізді және сұйық майымызды құямыз және жақсылап тұрып араластырып аламыз. Барлығы толықтай жақсылап тұрып араласуы керек. Араласып болғаннан соң електен өткізілген ұн мен қопсытқышты бірге електен өткізіп массамызға қосамыз. Жақсылап түйіршік болмайтындай етіп, қолдың бар күшін салып араластырамыз. Шамамен 3-4 минут араластырсаңыз жеткілікті. Табамызға сұйықтығымызды құямыз. Мен табаның жан-жағын сұйық маймен бір сыпыра майлап алдым. Сіздер пергамент қағазын пайдалансаңыздар да болады. Енді осыны 180 градуста 20-25 минутқа жібереміз. Жақсылап тұрып осылай тегістеп пешке саламыз. Осылай биік, жұмсақ болып тез дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сондай дәмді, ерекше пирогтардың бірі болып шығады. Егер сізге видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін все деген батырмасын басып қойыңыз. Менің әрбір салған рецебімді ең бірінші болып сіз қарайсыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.